Сәлем оқырман, мен физика пәнінен сабақ беремін. Бүгін сіздерге қалай төмен балмен грантқа түсу туралы айтатын боламын. Егер де біздің каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Комментарий, лайк және достарыңызға таратып отырыңыздар. Маған бұл видео түсіруге мотивация болсын. Ал кеттік. Бүгін біз төмен балмен грантқа түсу туралы және де грантқа түсу лайфхактарымен бөлісетін боламын. Біздің канал Физика оңай каналы. Каналға тіркеліп, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыз. Ең алдымен конкурсқа тапсырмас бұрын 2020 жылы статистикамен бір танысып аламыз. Қазір бұл документті описанияға қалдырамын. 2020 жылы ең төмен балмен қай универге түсті, соны көреміз. Және де біз 4 қала жазамыз ғой. Сол 4 қалада екеуі өзіңіздің түскіңіз келетін универ, ал екеуі осы төмен балмен түсуге болатын универді жазыңыздар. Өйткені грантқа түсу ықтималдылығы көбірек болады. Ал енді бізде 2021 жылы төмен балмен грантқа түскендер, яғни 75 балмен бізде Алтынсарин атындағы арқалық педагогикалық институтына грантқа түскен. Ал бізде екінші 75 ауыл квотасы Жансүгіров атындағы Жетісу университетіне грантқа түскен. Сіздерде грант ұтып алыңыздар. Төмен бал болса да осылай өздеріңіз ізденіп грантқа түсуді көздеңіздер. Өйткені грантпен оқысаңыздар сіздерге 42.500 теңге стипендия төленеді. Ал енді Қазақстанның картасы бұл. Бізде оңтүстік аймақтар Маңғыстау, Қызылорда, Южный Казахстан, Жамбыл, Алматы осы облыстарда бізде оңтүстік аймақ, яғни адам көп шоғырланған аймақ, ал қалған 9 облыста бізде серпін жобасы бойынша грант ойнатылады. Егер сіздің балыңыз осы төмен болатын болса, серпін жобасымен осы қалаларға 9 қалаға жазсаңыздар болады. Сондықтан да бұл серпінмен грантқа түсу оңайырақ, ал бұлай оңтүстікке түскенде сәл қиындау болады. Ал енді болашақ студенттер грантпен оқыңыздар, 42.500 теңге стипендия алыңыздар. Студенттік шақтарыңызды қызықты өткізіңіздер. Сіздермен болған Физика оңай каналы. Сау болыңыздар.